Неге байлар байи береді, кедейлер кедейлене береді? Байларда ақшаның қағидасы бар. Ақша деген байларға бұл идеалды жұмысшы. Өйткені ақша ол ауырып қалмайды, жұмысқа кешігіп келмейді, тойлары шығып қалмайды. Яғни ақшаны басқа ақша шақыруға жұмсайды. Бұл жерде міндетті түрде бизнесмен деген мағынада емес, бұл жерде мышленияға көбірек байланысты. Мысалы, Майк Тайсон деген боксер болған, әлемдегі ең әйгілі, ең көп ақша табатын боксер. Счетында пәленбай миллион долларлар болған. Бірақ спорттан қалай кетті, бірден барлық байлығынан айырылып қалды. Сондықтан да ол бай адам деген ең бірінші мышление. Ол айына 500 мың теңге, 400 мың теңге тапса да, ол мышление бай болатын болса, түбінде үлкен байлыққа жетеді. Одан кейін екіншісі, байлар алдын ала жоспарлайды. 2 ай, минимум 3 айын жоспарлайды. Бұл айда қанша жұмсайтын, ендігі айда қанша ақша кететін, оның арғы айда қанша ақша жұмсайтын барлығы тұрады. Үйге мынанша кетеді, коммуслугаға, бала шағаға, мектепке, бензинге деп. Және соны толтырып алдын ала не істеп отырады. Тақалған кезде, кредит тақалған кезде жүгірмейді. Ойбай, кредитім келіп қалған еді, ертең төлеу керек, бүгін төлеу керек деп. Одан кейін кедейлер ақша жұмсаған кезде ләззат алады екен. Яғни ақша түсті ма, барып кафеге барды, ресторанға барды, аяқ киім алды, машина алды, тағы да бір нәрсе. Байлардың мышлениясында ақшаны жинағаннан ләззат алады. Осы пікірлеріңізді жазып кетіңіздер, талқылайық, әңгімелесейік. Барлықтарыңызды жақсы көремін.